көп негізі. Шашып тастаған Алла Тағала. Ертең таңертең шыққаннан кейін шықсаңыз, Алла Тағала не қалап жатқанын сіз көресіз да сізге. Ана жерден біреу бір мүскін өтіп бара жатады. Мына жерде жолда бірдеңке жатады. Ана жақта біреу ауырып қалыпты деп естисің. Мына жақта біреу апарып тасташы дейді. Түсіндіңіз ба? Мына жақта бұлай істеп жатқан кезде жаңағы ішінде бір әйеліңіз де шығып бізге продукт ала саласың ба деп мысалы. Жолдан келе жатқанда. Соның барлығы шындап келгенде не? Соның бәрі шындап келгенде Алла Тағаланың разылығы қай жақта? Сізге сол нәрселерге қарай жүгіру керексіз да. Міне, Алланың бақылауы деген нәрсе осы нәрсеге жеткізеді бізді. Сондай-ақ Ар-Рози өзінің оқиғасында жаңа естіген шығарсыздар, бір оқиғаны келтіреді. Баланың тәрбиесі де өте маңызды. Бала деген нәрсе жаңа шындық. Мысалы мектептен 2 алып келсе балаңыз, ешқашан ұрыспаңыз. Балаңызға айтады, 2 алып қойдың ба? Кел, қай сабақтан? Мен мына сабақтан. Кел, ертең мынаны 2-ні 5-ке жөндейікпіз. Біз мына жерден жаңағы етіп көмектесіп бірдеңке қыл. Шамаң келмесе әйеліңді сал. Әйтеуір мектептік бірдеңке қалған шығар да. Жихад жаса сөйледі сондай. Бірақ балаға неге 2 әкелесің сен деп оны сөйлемеңіз олай. Ол сізге одан кейін 2 алатынын айтпай қоюы мүмкін да. Қайта 2 алғанын келіп айт де маған. Мен айтқаныңа қуанамын деді. 2 проблема емес. Баланың өтірікші болып кетуі проблема да. 2 деген ол проблема емес. Кім 2 алған жоқ мектепте жүргенде? Сол секілді қияметте Алланың алдына барғанда да белгісіз неше алатынын біз әлі. Дұрыс па? Белгісіз ғой әлі. Сол секілді ол жаңа нәрсені. Сол бала үшін тәрбие Ар-Рози келтіреді. Жаңағы шейхтің өзінің шәкірттері болады. Сол шәкірттерінің ішінде бір балаға жаңағы артық осыған бір өт салады. Осы баладан бір мықты шығады деп. Басқа шәкірттері жаңағы кішкене наразылық туады. Наразылық туғаннан кейін соны байқағаннан кейін жаңағы бір тапсырма береді бәріне. Сөйтіп айтады да, қолдарына бір-бір тауықтан береді, сосын бір-бір пышақтан береді. Мынаны ешкім көрмейтін жерге бауыздап алып келіңдер деп. Сонда барлығы бауыздап алып келіп тапсырып жатқан кезде жаңағы ең соңында жаңағы бала келіп тұрады ғой. Тауық бауыздалмаған. Сосын неге бауыздамадың дегенде, сіз айттыңыз ғой ешкім көрмей тұрған деген сөз. Мен қай жерге барсам да Раббымның көріп тұрғанын көрдім дейді. Баланы біз ешкім деген сөздің ішінен Алланы алып тастағанбыз. Көрдіңіз бе? Біз дүнияуи стандарт бізде. Біз адамдармен өлшейді екенбіз де бәрін. Біз Алланы алып тастағанбыз ешкім деген сөздің ішінен. Сөйтсе оны ешкім деген сөздің ішіне қосу керек екен ғой оны. Ана баланы көрдіңіз ғой қандай нәрсе істеген. Сосын жаңағы осы нәпсінің сыбырлауы, құрметті жамағат, сіз білмейсіз адамның қалай сыбырлайтынын. Мысалы Адам алейхиссаламның 2 баласын мысалға келтірсек, Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ватлу алейхим наба абнай адама бил хаққи." Ей пайғамбар, оқып бер оларға Адам алейхиссаламның 2 баласының арасында болған оқиғаны хақ етіп, қиссаны нақты. Міне, "Исқурраба қурбанан фатуқуббила мин ахадихима ва лам ютақаббал мин ал-ахар фақала иннани ақтулук." Мен сені ана екеуі де Алла Тағалаға құрбан ұсынған кезде, құрбанды ұсынудағы мақсат тәфсір кітабында не деп айтады біздерге? Адам алейхиссаламның жаңағы Хауа құрсақ көтерген кезде егізден туады екен. Ұл қыз, ұл қыз, ұл қыз, ұл қыз. Сөйтіп Адам алейхиссалам сол кездегі Алла Тағаланың көрсеткен шариғаты бойынша өзіне әркім екінші сыңардағы қызға үйлену керек та. Өзінің сыңарына емес. Міне солай істеп жатқан кезде қабылдың сыңары әдемі болады. Қабыл бергісі келмейді, бермеймін дейді мен өзімдікіне. Әбілдің сыңары дәния деп айтады, өңі онша емес. Сонымен жаңағы мен өзімдікіне өзім үйленемін деп қоймайды ол. Мінез ғой. Жаңағы жердің бет Алла Тағаланың жәннат Адам алейхиссаламға ең бірінші тәкаппарлықты жасаған сол шайтан болса, жердің бетінде тәкаппарлықты бірінші жасаған осы адамның жаңағы Қабыл деген баласы болды да. Екеуі де үлкен күнә мысалы жасалып қойылды. Сол кімнің құрбандығы қабыл болады, сол үйленеді дейді ғой. Сөйтіп Әбіл үлкен қошқарды әкеледі, қойшы болғаннан кейін әдемісін әкеп, сосын жаңағы қабыл көкөніс, жеміс деген нәрселерден қалай болса сондайын алып келеді. Муроқаба, Алла Тағала қарап тұрма, көріп тұрма, разыма деген нәрселер жоқ. Сонымен ол кезде пайғамбар саллаллаху айту бойынша ана садақа құрбандықты қабыл алу үшін от келеді деген Алла Тағала тарапынан. Кәдімгі мынандай от деген шарғы өздерде олар көре беретін оны. Келіп қайсыныкін Алла Тағала қабыл дейді, соны алып кетеді, бітті жоқ болып кетеді.
сонымен жаңағы қошқар жоқ болып кетеді да. Сол кезде айтады ғой, мен сені өлтірем дейді, Қабыл айтады. Осы нәрсеге көңіл бөлді. Мен сені өлтірем дейді да. Кім сөйлеп жатыр? Ішкі жан, шайтанды кірістірген жоқ Алла Тағала. Адамның өзін айтып отыр да. Мен сені өлтірем деді. Сонда ол айтады, мәселе бұда емес. Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин. Алла Тағала тақуалардан ғана қабыл алам деді ғой. Сонымен жаңағы уәлим басатта илайя ядага литахтулани. Егер де сен Қабыл маған қарай қолыңды соссаң өлтірем деп. Ма ана бибасати ядия илайка лияқтулака. Мен өз қолым саған созбаймын сені өлтіруге дейді. Бірақ Әбіл үлкен болған Қабылға қарағанда. Дене тұрғысынан да мықты болған да. Бірақ ол нәрсеге қызықпаған ол. Сол ұйықтап жатқан кезінде мына аятқа назар аударыңыздар. Фаттауғат лаху нафсуху. Нәпсісі көндірді дейді Қабылды. Шайтанды кірістірген жоқ. Адам нәпсімен де кісі өлтіру мүмкін екен да өзінің. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Іштегі нәрседен сақтану керек та. Сонда барады да жаңа бір тасты басына лақтырып өлтіріп қойған ғой ағасын. Фа асбаха минал хасирин. Сөйтіп қасіретке ұшырады. Өлтіргеннен кейін, кейде адамды шайтан бір іске itергеннен кейін, шайтанның өзі де білмейді екен, анау адамның анасы істеуі мүмкін ба, мүмкін емес, түсінесіз бе? Әсіресе жаңағыдай кісі өлтіру деген нәрселер келген кезде, ана адамға кәмәсәли шайтони, шайтанның мысалы дейді, адамға келеді да укфур, бір күпірлік істеш деп айтады дейді оған. Күпірлік жаңағы ойды салады ғой жалпы, бір нәрсені істе деп. Фәләммә кафара, сөйтіп адам соны істеп жіберсе дейді, шайтан қорқып кетеді дейді. Мына істейді екен ғой деп. Иннани барию минка, менің қатысым жоқ саған. Ана жерде инни ахафуллаха раббал аламин, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын деп қашады екен. Ол сұнған кезде де анау істейді деп ойламайды екен ол. Ал істеп жүрген кезде мына қорқыныш жаратылса екен ғой деп қашады екен ол. Өзінікі жаңағы адастырып жүргендері бәрі ештеңке тұрмай қалады оның өзінде. Салыстыру бойынша. Сондықтан жаныңыз сыбырлап жатқан кезде біз байқаңыз. Мысалы туысқанмен отырған кезіңізде, кез келген жағдайда, мысалы дастарханда отырған кезде, ана жерде бір нәрсе дұрыс болмай қалса, сол жаныңыз бірдеңкені айтқысы келіп тұрады, айттырғысы келіп тұрады. Мысалы, тіпті тамақтың өзі жаңағы тұзды болып кетсе де, болды уже тағдыр орындалды. Не дейді екенсің деп көбейіп кетті, ол тұз бітті. Енді кімді кінәлайсың ол жерде? Өйткені ол дастарханға келіп қойды. Соның өзін мынаның тұзы көп болып кетті ғой деп айтқысы келеді жан. Бірақ соның өзін айтпауға үйреніңіз да. Өйткені Алла Тағалаға жақындау, құрметті жандар, ол өте маңызды нәрсе. Әрбір ісіңізді тозаң салмағына дейін қасында көтереді да. Көшеде де бірдеңе айтқан келеді, алдыңдағы көлік жолыңды кесіп кетсе, мынау қалай жүреді ғой деп айтқан келеді да. Соны айтпайсыз. Әрбір мына жақ айт деген нәрсені айта бермеңіз да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва айтады: "Иннака лан тазалу жаңағы сәлимен мәсәкатта." Қаншалықты үндемейсің, жаңа айтатын кездерде, соншалықты аман қаласың дейді. Қашан сөйлеп жүрсең гарантия жоқ дейді. Сондықтан мен сомата нәжа дейді пайғамбарымыз. Кім үндемеді, сол құтылды дейді. Яғни көптеген жағдайлар бар. Көңіліңдегі нәрсе келіп тұрған кезде үндемесең құтылдың деп жатыр да пайғамбарымыз салса. Сондықтан сөз мәселесі үлкен болайық, кіші болайық, көңілге тиеді біреудің. Қандай жағдайда болсын. Жаңағы біреумен сөйлесіп жатқан кезіңізде де біреуге жаңағы қатысы жоқ нәрсенің өзіне де сұрамауға тырысыңыз. Тілді бақсақ біз, осы Рамазанда да бұл керек та, бұны бағу. Өйткені онсыз Рамазанымыз кішкене жаңағы сапасыз болып қалуы мүмкін да, қабыл болмайды деп айтамаймыз, бірақ сапасыз болып қалуы мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва айтады: "Иннар ражуля ла янсарифу мин салатихи." Адам намазынан шыққан кезде дейді, яғни ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп намазымыздан шыққан кезімізде жаңағы ма кутиба лаху илля ушру салатихи дейді. Ол намаздан шыққан кезде оған дейді намазының 1/10 бөлігі ғана жазылады. Қараңыз. Намазының 1/10 бөлігі ғана жазылады дейді. Не 9/1 бөлігі, не 8/1 бөлігі, не 7/1 бөлігі деп кетеді хадистің аяғына дейін. Не жартысы дейді. Көрдіңіз бе?
Рубба мусаллин лейса лаху халақун индаллахи таала. Кейбір намаз оқушылар, мүмкін оларға Алланың қасында тіпті еш нәрсе жоқ шығар дейді. Неге? Өйткені біз тілмен, жаңағыдай әрекеттер, сөйлеп, намазға келген кезде бір әйтеуір парызды мойнына атқарып, кімнің алдында құлап жатырмыз? Мына күнә кешіріле ме, кешірілмей ме? Мынау қабыл бола ма, қабыл болмай ма деген уайымдар біраз алыстап кеткенде біздерден. Сондықтан Алла тағаланың жаңағы үш есімі, бәрін естуші, бәрін көруші, бәрін білуші, бақылаушы деген нәрселер. Осы нәрсе сифаттармен өмір сүруді үйрену керекпіз да, құрметті жамағат. Ол шама келгенше да ол. Біз еш нәрсені %100 істей алмаймыз. Бірақ біз егер сол есікті ұнатып, соған бір ыждағат қылсақ, Алла тағала еш күмәнсіз соны сізге кеңірек аша береді да оны. Соны жеткізеді сізді, жеткізетін дәрежесіне дейін де. Өйткені ол сіздің ыждағатыңызды, тырысып жүрген, нәпсіңізбен күресіп жүргеніңізді ешқашан жоймайды да. Уақыт болып қалды.